Құрметті көрермендер, достар, сіздердің көріп отырған мына шебер қол аналар Павлодар облысы Сыным Павлодар қаласына қарасты бұрынғы Ленин кенті, қазіргі Атамекен ауылының шебер қол аналары. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымы Павлодар облысынан ашылғаннан бері осы ауылдың аналары тынымсыз еңбек етуде. Ұйымның төрайымы Муликова Бақыт Нәжмиден қызы жаз бойы аналардың басын қосып, сырмақ сырып, жүн түтіп, жүн үйіріп, көптеген көрмелерге қатысып, ауызбірліктің арқасында асарлатып, осындай жұмыс жасап жатқан жай бар. Атамекен ауылдық ардагерлер кеңесі бүгінде қолдау жасап, аналарға арнайы бір үлкен бөлме бөліп отыр. Жанымыздағы Сәуленің немересінің тұсаукесер тойы болады ертең міне. Шәккесімен жүлетін өз қолымен әдемілеп тігіп дайындап жатыр. Мына қоржынның ортасы ашылады замоктың. Мынау кәмпит қоржын. Мынау біршік жарды деген ою. Бала ауырмай, сырқамай, біршік жарып өсіп өнсін деп. Мына жағында Айша бибінің оюы. Ол Айша бибі анамыз бізді жаңа туған сәбиді өсіп келе жатқан ұрпақты қолдап жебеп жүреді.